Сіздер Дархан дала жобасын көріп отырсыздар. 8000 шақырым жол, 3000 литр жанармай және бір ай үйден жырақта. Бұл біздің ұжымның Қазақ хандығының 550 жылдығына орай жүріп өткен жолы. Қазақ географиялық қоғаммен бірлесе Ұлы дала елі республикалық тарихи-мәдени экспедициясының бақытымен сапарлатты. Ұлы дала елімен саяхаттағанда біздің көргеніміз тарихи жәдігер, сәулетті ескерткіштер, жолдағы қызықты оқиғалар, өндіріс нысандары, еңбекқор, ақкөңіл және ең бастысы отаны үшін отқа түсетін жандарды жолықтырдық. Мына жерде қазақ хандары отырған, ал бұл аумақты хан ордасы деп атайды. 8-18 ғасырлар арасында хандар осы жерге ордасын тігіп, халыққа пана болған. Батырлар мен билердің басын қосып, елдік мәселелерді шешкен. Дархан дала жобасы Ұлы дала Ұлытауда. Армысыздар. Ұлы даладағы Ұлытау тұрған жері Қазақстанның кіндік ортасы. Тарихқа үңілмес бұрын алдымен аймақтың артықшылығымен танысайық. Ұлытау, осылай аталуының өзінің тарихи мәні бар. Ұлттың тауы қазақ халқымен бірге жасап келе жатқан күненің көзін көрген жер. Сарыарқаның оңтүстік батысында орналасқан. Көкке ұмтылған таудың биік шыңы Ақмешіт, 1133 метр, ұзындығы 200 шақырым. Бұл өңірдің географиялық мәліметі. Ал әкімшілік картада Ұлытау Қарағанды облысының аудан орталығы. Жезқазғаннан 127 шақырым қашықтықта. Ауданның іргетасы 1939 жылы қаланған. Бұл уақытта елді мекен тұрғындарының негізгі кәсібі ауыл шаруашылық саласымен байланысты еді. Оның ішінде бізде мал шаруашылығы басым бағытта. Мал шаруашылығының ішінде ірі қара, қой, ешкі, жылқы бар. 48 мыңдай ірі қара болатын болса, 280 мыңдай қой, ешкі бар. 27-28 мыңдай жылқы бар. Сонымен қоса енді бізде егін шаруашылығы да бар. Мына бізде Қостанай өңірімен шектесетін елді мекендер бар. Терсаққан, Шеңбер, Қаракеңгір деген сол елді мекендерде 22-23 мың гектар жылына егін егіп отырмыз. Қолжетімді баспана бағдарламасы Ұлытауға да жеткен. Күн санап өңірде жаңа үйлердің қатары артып, қоныс тойын тойлайтын жас мамандар, көп балалы отбасылар көбейген. Тек биылдың өзінде 20 үй ел игілігіне берілсе, тағы бір қатар үйлердің құрылысы басталған. Әлеуметтік бағдарлама орталықта ғана емес, ауыл аймақта да жүзеге асуда. Бүгін күнге 2 отбасылық амбулатория салынып жатыр өңірімізде. Бұл 20-20 жол картасы бағдарламасы аясында Алғабас селолық округында 80 орындық мектеп салып жатырмыз. Осы желтоқсанның 1-іне дейін беріледі деп отырмыз. Ұлытау халқының тұрмыс тіршілігі жақсы. Аймақ ешқашан шалғайдағы елді мекенге жатпаған. Ширек ғасырдан бері қазақ даласының орталығы болды. Сондықтан да болар топырағы мен тарих пен шежіреге толы. Палеолит пен неолит дәуірінен қалған ескі ескерткіштер осы далада сақталған. Көшпенді тайпа хандарының сүйікті орны болған. Осы жерде ұлы Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы ханның ордасы орналасқан. Осы жерден Батый хан шығысқа өзінің жаугершілік жорығын бастаған. Қасиетті Ұлытаудың биік шыңдарының бірінде Алтын Орданың ханы мен қолбасшы Әмір Едіге жерленген. Қазір бұл өңірде 600-ге жуық ескерткіш бар. Оның 282-сі Ұлытау музейі қорының тарихи-мәдени картасына енгізілген. Ал мына монумент Қазақстанның бірлігі мен тұтастығының символы. Биіктігі 16 метр. Оның алғашқы тасын 1993 жылы мемлекет басшысының өзі салып берген. Қазақ хандығының 500 жылдығына байланысты биылдың өзінде біз 2 үлкен осындай комплекс салдық, кешен. Оның бірі мына өздеріңіз көріп отырған хан ордасы. Бұл жерде енді тарихи жер, ертеден хандарымыз анау Көктүрік кезінен, Алтын Орда хандарының кезінен осында тұрақтап, осында хандарын ұлықтап отырған. Қазақ хандарының да басым көпшілігі осы жерде ұлықталған. Жаңа Бұлан шайқасын айтып жатырмыз, онда ол өте тарихи жер, соған үлкен стелла қойып, осы өскелең ұрпаққа сол үлгініге болатындай белгі қалдырдық. Ұлы даладағы Ұлытау туристердің де сүйікті орны. Тарихы 12 ғасырдан басталатын хан ордасы өңірден 17 шақырым жерде орналасқан. Аймақты аралаған экскурсия хан ордасына соқпай өтпейді.
21-нен бастап 25-не дейін біз осы Жезқазғанда және де Ұлытауда, Хан-Ордада боламыз. Біз осы жерде Дархан дала мен Ұлы дала елі деген жобалармен бірігіп жұмысымызды жалғастырамыз. Көне аймақты зерттеу бізді ынтықтыра түсті. Ұлы даладағы көрнекті жерлерге таңдай қақтық, тамсандық. Этнотуризм бағытымен сапарлатуға лайықты жер екеніне көз жеткіздік. Ол аз десеңіз, өңірдің төл өніммен жасалып, ұлы далада піскен ұлттық тағамдардан да дәм татуға мүмкіндік бар. Қазақтың ежелгі ойыны Алтыбақан да осы жерде. Ата-бабамыздың алғашқы баспанасы киіз үйге қонып, тынығуға да рұқсат. Табиғаттың көз тоймайтын әсемдігі бір бөлек әңгіме. Сондықтан да болар, бұл жерге сырттан ағылатын туристердің қарасы көп. Тауға шыққыңыз келсе, оған да мархабат. Су тіршілік нәрі. Оның маңыздылығы ешқашан жойылмаған, жойылмайды да. Ертеде даланы мекен еткен көшпенді қазақ бұлақ көрсе суын ішіп, оны келі деп санаған. Бүгінде бұл үрдіс әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Мына бұлақтың басына арнайы келіп су ішетіндердің қатары өте көп. Себебі суы қасиетті, дертке шипа көрінеді. Ұзақ сапардан шаршап, біраз демалған біз тағы жолға шықтық. Жезқазғанның тарихи археологиялық музейіне баруды ұйғардық. Қолымыздағы картаға үңілгенімізде Ұлытау өңірінде бізді қызықтырған тағы бір қатар нысандар нысанамызға ілікті. Белгілеп алдық. Тек қана Жошыхан мазарына күмбез кірпіштерін ғана қалпына келтіріліп жасаған болатын. Қазіргі кезде міне қаншама жыл өтсе де, бұл басқа балбалда басқа ескерткіштердің ерекшелігі кәдімгі ең алғашқы осы қыш ыдыстардан жасап қымыздың саумалын пайдаланған дейді. Яғни сол қалпында сақтап қалу үшін және де жауын-шашын шайып кетпес үшін. Дәл сол күйінде сақтаулы қазіргі уақытта да. Алашхан мазары бұл өлкенің тағы бір кереметі. Жезқазғаннан 80 шақырым қашықтықта орналасқан ескерткіштің пайда болғанына шамамен 800 жыл болған. ЮНЕСКО-ның мәдени мұрасының тізіміне енген зиратқа біз жергілікті ғалымдармен бардық. Тарихқа үңілдік. Әлі күнге дейін бұл жерде кімнің мүрдесі жатқанына қатысты ғалымдардың пікірі бір арнаға тоғыспай отыр. Алашхан гипотеза түрінде ғалымдардың барлығының пікірі мынаған келіп саяды. Алашхан мазары немесе Алашханның өзінің тарихи тұлғасы жалпы түркі 6-7 ғасырдағы түркі халықтарының тарихымен тікелей байланысты. Себебі ертеде 6 ғасырда Ұлы даланың кіндігінде Ұлытауда хан ордасында өзінің тарихи шеңберінде мемлекетті құра білген түркі халықтарының басын біріктірген ұлы қаған немесе ұлы билеушіге байланысты құрылуы немесе айтылуы мүмкін деген пікірлер бар. Мазар қазір музей. Өз заманда бұл жер көшпенділерінің қажылық ететін киелі орны болыпты. Архитектурасы ерекше мазар сәулет өнер үлгісінің үздігіне жатады. Күйдірілген қызыл кірпіштен қаланған. Көп жылдар өтсе де шынайы қалпын сақтап тұрған ескерткіштердің бірегейі. Мына кірпіштеріңіз, мынау өзінің кірпіштері емес, бұл реставрация кезінде салынған. Бірақ арасында мына тектес кірпіштер бар. Бұлар көбінесе күйдіріп, сабанмен араластырып, немесе ертеде мынау қариялардың айтуы бойынша жылқының қылымен немесе лақтың қылымен байланыстырып, араластырып жасаған. Сондықтан мынау ертедегі кірпіштердің көбірек сақталуы мүмкін. Ары қарайғы жол Домбауыл кесенесіне жетелейді. Бұл да орталық Қазақстандағы ең көне құрылыстардың бірі болып саналады. Кесене ғұндар билеген кезде салынды деген дерек бар. Кей аңыздарға сенсек, Домбауыл көзі тірісінде Жошыханның сенімді серігі Сарай мергені болыпты. Себебі Жошыханның мазары мен Домбауыл кесенесінің арасы өте жақын. Ұлытаудың тарихи жерлерін аралап шығуға бір ай уақыт жетпейді. Егер Ұлы далаға келу бақты бұйырып, бірақ уақытыңыз тығыз болса, ең алдымен және міндетті түрде Жошыхан, Алашхан мазары мен Домбауыл ескерткішіне келіңіз. Себебі бұл жерлер көненің көзі, тарихи белгі. Дархан дала жобасы саяхатын ары қарай жалғастырады. Келесі эфирде жүздескенше.